Сәлем достар, менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода сіздермен осындай лепесток шаблонның сборкасын жасайтын боламыз. Шаблондардың ішіндегі ең оңай шаблондардың бірі ол осы лепесток шаблоны. Бұны ештеңеге жабыстырмайсыз, клейдің де қажеті болмайды. Өте оңай жиналатын шаблон. Және де примерно осындай фасонды шаблондарды электрондық форматта жасалу жолы менің каналымда бар. Қарап көрсеңіздер болады. Ал егер де осындай дайын электрондық форматта шаблондарды алғыңыз келсе, мен астында комментарийда толық ақпаратты қалдыратын болам. Шаблонның качествосын көріп тұрсыз, өте керемет. Жазуымен де бар, жазусыз да бар. Міне осындай. Қазір сіздермен осының сборкасын жасайтын боламыз. Және де осы шаблонды мен өзімнің біреуін бесплатный телеграм каналыма салып қойдым. Ол жайында ақпарат қазір комментарийда жазып кетем. Обязательно қараңыздар. Міне шаблондарым, лепесток шаблондары. Қазір осының біреуін сіздерге сборкасын көрсететін боламын. Мен жаңағы веб каналға салған кезде обязательно бірінші суретке түсіремін, размерін өзім тексерем, одан кейін бірақ каналға саламын. Міне қазір сіздермен осы шаблонның сборкасына кірісейік. Міне қазір линия бойынша, линия дегеніміз шаблонның өзі линия, көрдіңіз ба? Осы линия сызықтары барлығы көрініп тұр. Сол линия бойынша қиып шығасыздар. Тек қана жаңағы көк фонды қалдырасыздар, ақ фонын алып тастайсыздар. Міне осылай барлығын қиып шығамыз. Осылай қиып болғаннан кейін обязательно беговкасын жасайсыздар. Өйткені беговканы жаңағы шаблоныңыз жақсы майысу үшін, жаңағы именно майыстыратын жерінен беговка жасап болғаннан кейін уже шаблонның өзі көрініп тұрады. Қалай жиналу керек екендігі. Беговканы канцелярский ножбен немесе пинцет, жаңағы крючок, жазбайтын ручкамен жазуға болады, істеуге сызып шығуға. Бізге тек қана линияларды сызу керек. Егер де канцелярский ножбен жасайтын болсаңыз, онда қатты басуға болмайды, өйткені қағазыңыз сіздің жыртылып кетеді. Және де мен каналыма осындай шаблонды салған болатын. Бұны электрондық форматта жасалу жолын сіздерге үйретем. Міне көрдіңіз ба, беговкадан кейін шаблоныңыз прям күшті майысады. Мына жерде қағаздың фотобумаганың граммы 200 граммдық фотобумага, 180, 200, 220, 230, 240 деп жаңағы фотобумагаға шығарып жұмыс істесеңіз болады. Міне, енді мына шеттен мынау шетін кигізесіз бе, былай қаратасыз ба, или анау шетін кигізесіз бе? Қазір көрсетемін. Бірінші дырақолмен 4 жерден өтіп шығасыз. 4 жерінен дырақолмен. Міне біздің лепесток шаблонымыз дайын. Дырақолмен 4 жерінен тесіп шықтым. Енді қазір бізге жаңағы айтқандай міне главный суретті алдына қойсаңыз да болады. Міне. Осылай суретті былай алдына шығарып қойсаңыз болады. Немесе мына жақтағы суретті алдына қаратсаңыз болады. Қазір біз лентаны қазір аламыз. Менде лента примерно мына жерде 45 сантиметр, но лучше 30 сантиметрде жетеді екен. Ортасынан былай өткіземіз. Видеоны мұқият қарасаңыздар, барлығы түсінікті. Бірінші главный жерін өткізесіз, сосын екі шетінен ішіне қаратасыз. Міне, ішкі жағында тұрады. Енді соны екеуін аласыз да, ортасынан өткізесіз. Сейчас. Міне былай. Енді соны жай ортасынан өткізесіз. Енді былай тартып аласыз. Міне былай тартып аласыз. И все, потом жай ғана бантик ретінде жай ғана байлай саласыз. Жаңағы айтқандай, мен жаңағы жазуын алдына қараттым. Алдына екі шетін ішкі жағына кигіздім. Именно жазу жағында жаңағы бантик ретінде байланып тұрса әдемі көрінеді. Енді қазір жай ғана бантик ретінде байлап жатырмын, міне. И артық жерін қиып тастасаңыз болады. Все, енді біздің шаблонымыз толықтай дайын. Лепесток шаблоны осылай жиналады. Өте әдемі көрінеді. Міне. Осындай наборлар менің веб-каналымда бар. Егер де веб-каналыма тіркелгіңіз келсе, онда астында комментарийда мен бесплатный телеграм-каналға ссылканы қалдырам. Сол жерден қарап, жұмыстарды, обзорларды қарап, инстаграмға кіріп, барлығын бақылап, одан кейін маған WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Толық ақпарат комментарийда жазылып тұрады. Ол жерде мен бесплатный телеграм-каналыма ссылканы тастаймын. Одан кейін сіз сол ссылка арқылы жаңағы WhatsApp номеріне шыға аласыз. Менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар, өйткені менің каналымда көптеген новыйдан, жаңадан күшті видеолар шығып тұрады. Менің каналымдағы әлі көптеген видеоларды қараңыздар.